Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мынау Әбдіғани Шорабаевтың базарына барып, картошканы, пияздың бағасын сұрасам, 300-ден 400-ден деп жаңағыдай саудагерлер жауап беріп отыр килограммы. Енді айтайын дегенім, мынау Әбдіғани Шорабаевтың базарын тексеру керек деп ойлаймын. Мына автостанцияда 280-ден сатып жатыр. Жаңа картопты, биылғы картопты. Ал мына стадионда 300 теңгеден сатып жатыр келісі картоптың. Мен түсінбей отырмын, әр жерде әртүрлі бағасы. Кім қадағалайды мынау? Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деген мына қазақта сөз бар. Мынау жаңағы базарға кірсем, жаңағы дөрекі сөйлесіп, жаңағы кетіңіз барыңыз деген осындай сөздерді естіп саудагерлерден. Мына қазір мынау ровд-ға беріп отырмыз үстінен арыз, мына саудагерлердің, базардың. Енді мынау биылғы картопты келісін 400-ден сатып жатыр қазіргі таңда, 350-ден былтырғы картоптарды. Енді айтайын дегенім, мынау базардың бағасын кім бақылайды, кім қадағалайды? Жандарбеков айтпай, аудан прокурорының назарына ұсынам. Мынау кім қадағалайды базардың бағасын? Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп, кімнің ойына қандай баға келеді, соны қосып жатыр. Кән, 15%-дан артық қоспаңдар деген кән сонда. Мынау құнсызданып жатыр теңге. Қалай күн көріп қалай аламыз? Құдайдың картоғын алып жей алмай отырмыз қазір. Күнде базарда баға күнде құбылады. Еттің бағасы, басқа да продуктылардың бағалары дүкендердегі. Екі ортада делдал дегендер көбейіп кетті. Мысалы, біреу ағасы болады, 500-ден сатады, інісі болады, 1000-нан сатады. Міне. Сосын мен білмеймін дейді да, келесі келеді да, 2000-нан сатады. Осындайда жағдайлар көбейіп кетті базарда. Оны кім қадағалайды? Участковойына жаңа айттым үйге келген кезде. Базардың, ровд-ның, заңның өкілдеріне. Қадағалаймыз деді. Мынау бағаны бақылау және реттеу агенттігіне шағымданбасақ болмайды, өткен жергілікті жерден бітпей жатыр. Жандарбеков айтпай дегенге бардым мен. Смағұл Болат деген әкім орындаушысына бардым. Кәсіпкерлік бөлімшеші, біз білмейміз деп осылай жауап берді. Ақберген Жомарт деген кісі, сізге айтатын. Неге жұмыс істемейсіз? Қазақта айтады, қасқырға қой баққызды деп. Кәсіпкерлер налог төледік, жаңағы штраф төледік, жаңағы басқа да заңның жарнасын төледік деп қалқымай беру керек па? Сонда 15%-дан артық қоспаңдар деген заңы қайда қалды сонда? Орындалмайтын болса, несін шығарады ол заңды? Мен түсінбей отырмын. Әбдіғани Шорабаевқа, сосын базардың басқа да қызметкерлерінен заң аясында шара көріп сұраймын. ровд-ның басшысының назарына ұсынам, прокуратураның назарына. Саудагерлері, в общем, этика жоқ, эстетика жоқ. Суды шаша салады, аузына не келеді, соны айта салады. Халықты шаршатып отыр, клиентті, барған клиенттерді. Шиелі ауданының тұрғындарына құлақ қағыс, автостанцияда биылғы картоп 280 теңгеден сатып жатыр келісін. Ал базарда 400 теңгеден сатып отыр. Салыстырыңыздар екі айырманы. Ал стадионда 300 теңгеден сатып отыр картошканың килограммын. Күнделікті тұтынатын тағам дейді ғой. Лаж болса, стадионнан алсаңыздар, оптовый алатын болсаңыздар, стадионнан шамалы арзандау аласыздар. Базарға қарағанда. Осы мәселені жаңағы құлақ қағыс ретінде Шиелі ауданы тұрғындарына айтып отырмын. Қалталарыңызда ақша алады, 280-ден дейді келісі картоптың стадионда. Ал автостанцияда, ал стадионда 300-ден деп отыр келісі. Ал базарда 350-400 деп отыр. Ол сұмдық масқара енді. Базарға нәубет келді ме, мен білмеймін, түсінбедім. Осы мәселені бағаны реттеу агенттігіне мен шағымданам, департаментіне. Өткен себебі қазір таңда біз, в общем, бір келі картоп аламай қалдық базардан. Осыны реттеп, көмек беріп тұрайым. Сон арқылы бағаны бақылау және реттеу агенттігінің назарына 15%-дан артық сатып отыр ма, қанша пайыздан сатып отыр, мен осыны тексеру жөнінде сонымен өтініш жолдайтын боламын. Нарық реттеу агенттігінің назарына.